жетім қыздың анасына жазған хаты. Анашым, өзіңе айтатын жаңалығым көп. Соңғы уақытта көп жылап жүрмін, сізді сағындым. Қарным ашқанда сіздің ыстық бәліш пісіріп аш болып қаласың деп сабаққа кетерде сумкама салып беретініңіз есіме жиі түседі. Көршіміз әрі сыныптасым Құралайдың шашын әдемілеп екі өрім ғып анасы бантик тағып беріп жатқанда жылағым келген. Өзің білесің ғой, Құралаймен сабаққа бірге баратынымды, үйіне барып күтіп тұратынымды. Ал менің шашымнан ешкім сипамағанына 2 жыл болды. Сізді көрмегеніме де 2 жыл. Мен ең алғаш мектепке барғанда өте бақытты едім. Өйткені жанымда өзің болдың. Сол жылы қыста мен сізді жоғалтып алдым анашым. Көп адамдар ақ кілемге орап алып бара жатқанда еш нәрсеге түсінбесем де, енді қайтып көрмейтінімді сезіп артыңнан жүгіргенмін. Бірақ Құралайдың анасы мені жібермей ұстап қалды. Содан бері сізді күтем, келмедіңіз. Далаға аппақ қар жауғанда жаурап қалды-ау деп ойлап жолға елегізе қараймын. Өткен жолы қатты жыладым. Неге екенін білесіз бе, мама? Сіз кеткен соң әкем үйге бір бейтаныс әйелді әкеліп. Енді анаңыз осы кісі дегенде дымға түсінбей шошып түскенмін. Ана елден жылулық іздеп кемсеңдеп бетіне қарағанымда, өзіме қадалған сұп-суық жанардан тайсалып, дыбыс шығара алмай үнсіз жылағам. Одан бері 2 жыл. Мен 9-ға қарадым, кішкене ес жидым. Өзімнен басқа ешкімге арқа сүйей алмайтынымды біліп, ештеңеге шағымданбайтын болдым. Аш қалсам да үнсіз көнуді үйрендім. Әкем үнемі жұмыста. Үйде ана әйелмен мен ғана қаламыз. Анашым, кеше сол әйел мені аяусыз қорлады. Жуған ыдысыңның майы кетпеген деп жазалап далаға жалаң аяқ қуып шықты. Ақ қарда тұрдым. Ешкім мені іздемеді. Үнсіз жыладым. Сенесіз бе, күннің суықтығы соншалық көз жасым кірпігімде мұз болып қатып қалды. Суыққа тоңғанымнан аяқ-қолым икемге келмей сіресіп қалды. Кешкісін үйінен оны-мұныға шыққан Құралайдың мамасы менің түрімді көріп шошып айқайлап жіберді. Жылап жүріп үйіне апарып, жылы көрпеге орап ыстық шай берді. Өзіме келген соң үйге алып келіп, өгей анама, сенде жүрек бар ма? Титімдей қызды өлтіресің ғой. Сол ыдысты өзің жусаң да өлмейсің. Енді тағы осындайыңды байқасам, әкесіне айтамын, деп ұрысып кетті. Оған қысылған өгей шешем жоқ. Қорлаудан басқа амалын тауып алды. Сәл жақпай қалсам темір аяғы бар орындықты көтертіп қояды. Оның салмағы басында білінбегенмен, уақыт өтуімен көтеріп тұруға шамам жетпейді. Қолым мұздай темірге қарысып қалатын. Сондай сәттерде ылғи өзіңді ойлаймын, мама. Биыл қыс қатты болатын сыңайлы. Бұдан 2 жыл бұрын алған етігім аяғыма тар болып қалды. Аяғымды етігім қажап ақсаңдап жүргенді көрген Құралайдың мамасы Құралай кимей тастаған етігім берді. Ескі болса да бүтін. Анашым, сіз келгенде ештеңеге шағымдамаймын. Киімім жоқ, етігім тар деп мазаңды алмаймын. Тек сіз келсеңіз болды. Өйткені мен басқа адамды мама дей алмаймын. Сізді қатты сағындым. Сіздің мені жақсы көретініңіз, еркелететіннің бәрі есімде. Кейде сабақ оқып, немесе үй тірлігімен алаңдап кеткенінде мені ұмытып кетті деп ойлама, анашым. Мен сіздің суретіңізді шкафтан тауып алғанмын. Оны ешкім көріп қоймасын деп көйлегімнің жеңіне салып қойып жүремін. Сағынғанда, тоңғанда, қарным ашқанда, қасымда мейірлене құшақтап отырғанындай сезінемін. Я, мама, үнемі қасымда жүргеніңізді білемін. Мен сізге жаңа жылда сыйлық бергім келген, бірақ оған менде ақша жоқ. Сондықтан өзім жемей сіз жақсы көретін батончикті сақтап жүрмін. Сізді қуантқым келеді. Келгеніңізде. Тезірек келші, мама. Айсұлу Кеңесбай.